бүгінгі сабақтың несін арасында ойын арқылы арасында орысша өткізген Сағдия ханым енді қазақша түрінде жеткізетін бүгінгі сабағымыздың партнері корпорация Хохо корпорациясының партнері Исатаева Гүлбала ханым. Енді өзіңіз бүгінгі дайындалып келген сабағыңызды партнерларға, халыққа, онлайн отқан халықтарға түсіндірсеңіз. Инстаграм, тикток эфирінде бәрінде отырсыз. Я? 3 телефон қосылып тұр. Ал, Гүлбала ханым. Қош көрдік бәрдеріңізді. Саламатсыздар ма, аман есенсіздер ма, үйштеріңіз аман есен ба? Маған бүгін керемет күн тура келген екен. Алланың қалауымен бүгін сіздерге өзімнің ең сүйікті компаниямыздың БМ аппараты, негізі осы компанияға келу себебінде осы БМ аппаратына сынып келген негізі. Как раз өзі жұмысымды ауыстырғым келіп, как раз өзі ойланып жүрген соңғы 1-2 айдың ішінде қалай да болмасын басқа жерге ауысуым керек деп. Сол кезде Сапет ағамды Алмахан келіп осы компания туралы бізге айтып кетті, бір-екі күн келіп қымызымызды ішіп. Сол кезде Айгерім ханым келіп бізге пройды массаж істеп берді, жарты сағат. Соның арқасында мен осы компанияға ойламаған жерде 3 күннің ішінде шешім қабылдап жаңғыртып кетіп қалған жерім бар. Енді қысқадан нұсқа айтқым келіп отыр. Мына біздің компаниямызға қазір Сағдия ханым айтып кетті. 18 жылына мировой рынокта, яғни әлемдегі 96 мемлекетте жаулап алған үлкен корпорация. Оның бірінші 10 жылдығында яғни өнімдермен жұмыс жасап келді. Содан кейінгі соңғы 8 жылында кереметтей аппараттар поколение 3 дейміз ғой. Өнімі мықты визиткасы БМ аппараттары шықты. Міне 8 жылдан бері осы аппаратпен қазір жұмыс жасап жатыр. 96 мемлекеттің халқы. Енді бұл ең соңғы үлгідегі аппаратымыз БМ3. Ашып көрсетейін сіздерге. Енді мен көп не алмай қойын, өзімнің келген жаңағы адамдарыма, емделуге келген партнерларыма, нелеріме айтатыным, қарапайым тілде түсінікті болу үшін БМ аппарат туралы қысқа ғана массаждың үстінде айтып өтемін. БМ аппараттың шыққанына 8 жыл болған. Бұл именно Хохо корпорациясына тиесілі аппарат. Бұл аппарат қалай жұмыс жасайды, адамзатына не береді, қалай нәтиже жеткізуге болады деген сұрақтарға біртіндеп жауап беретін боламын мен қазір. БМ аппараты, міне өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, биоэнергия массажер Хохо компаниясынікі 220 вольт арқылы жұмыс жасайды. Бұны топқа тыға отырып, 220 вольтқа тығамыз, бірақ 220 вольтқа тыға отырған кезде бізге бұл аппарат тоқ 220 вольтпенен келгеннің өзінде, мысалға, адамның денесіне аппарат жайлы биоэнергияны, яғни импульсті береді, денеге керекті импульсті. Сіздің денеңіздегі энергия мен аппараттан шығатын импульс энергиясы тепе-тең келеді, яғни адамның денесіне жағымды. Сондықтан ешқандай бұның қорқынышты, яғни тоғырады, не болмаса кері әсері бар деген ойдан аулақ болу керек. Өйткені бұны 10 жыл зерттеп, 10 жылдың ішінде зерттеудің арқасында адам ағзасына толықтай 100%-ық керекті энергияны жеткізіп бере алатынына көзі жеткізілгеннен кейін барып зерттеуден өтіп шығарылған өнім. Енді БМ аппаратын қолдану тәсілдері. Мысалға, БМ аппаратын алғаннан кейін сіз оны топқа тықтыңыз, шынырды жалғайсыз, күміс перчатканы кию арқылы адамның денесіне массаж жасайсыз. Массаж жасаған кезде тоқтың энергияның, биоэнергияның өзіңізге кері әсер болмас үшін ішінен виниловый перчатка киіп аласыз қолға. Содан кейін барып қолғапты сулап қолыңызға киесіз. Сол арқылы адамдарға массаж жасайсыз. Енді аппарат не береді? Аппарат мысалға қол массажды жасаған кезде сізге тереңдігі бар жолы 2 см тереңдікке енеді. Қол массажда, нүктелі массажда сол. Ал БМ аппараты сізге 14 см тереңдікке ене отырып, лимфалы қуа отырып сіздерге биоэнергия береді. Яғни сіздердің денелеріңіздегі тұрып қалған застой бар ма, қойыланған қан бар ма, шаншу бар ма, барлығын алып шығады. Сіз бір мезеттің өзінде 45 минуттың ішінде қол массаждың 10 күндік массажын алғанмен тең боласыз. Яғни 45 минуттың ішінде сіздің денеңізге керекті энергияны, биоэнергияны бере отырып, қаныңызды 6 километрге айландырып, одан әрі сіздің жаңағы тұрып қалған застойларыңызды қуады и сізге керекті энергияны жеткізеді.
есептеледі. Әрбір массаждың кезінде күміс қолғапқа 4,1% токсин жабысады. Яғни сіздің денеңіздегі тоз бар ма, жаман энергия бар ма, барлығы күміс қолғапқа жабысып шығады. Неге? Ол үшін неге деген сұрақта, өйткені күміс, ежелден білесіздер, ата-бабамыз күмісті тазалық үшін қолданған. Тазалық деген, яғни адамның бойындағы жаман энергияны, жаман токсин шлактарды өзіне тартады. Кейбір адамдарда мысалы күмісті қолданғанда сырғасы болсын, сақинасы болсын таққан жерде асты көгереді. Оны көп адам байқаған шығар. Мен өзімде де солай болған. Егер мен күміс тақсам, мен обязательно құлақтағы тесіктің жан-жағын қараямын. Не үшін? Ол өйткені менде жүрегімде ақау бар деген сөз. Яғни менде жүрегім аздап ауырып жатыр. Сол күмістің несі өзіне тартады да, именно сол күміс тұрған жер қарая бастайды. Ал перчаткада дәл солай. Массаждан кейін қарасаңыздар, күміс қолғабыңыз қараяды. Оны сіз дезинфекция жасау үшін обязательно кір сабынмен, именно кір сабынмен жуамыз. Не себепті? Біріншіден кірді тазалады, күміске зияны жоқ. Сол үшін именно сол күміс қолғапты біз кір сабынмен жуамыз. Енді аппарат 14 см тереңдікке ене отырып, сіздің барлық нерв клеткаларыңызды оятып, лимфаларыңызды ашып, қуып, өзіңізге керекті энергияны бере отырып, сіздің иммунитетіңізді көтереді және ұйқыңызды тыныштандырады, жүректің жұмысын жақсартады. Яғни қан айналымы жақсы болған сайын адамда не пайда болады? Адамда энергия пайда болады. Энергия пайда болды деген сөз, адамның иммунитеті көтеріліп, кез келген ауруға, яғни сырқатқа қарсы тұруға мүмкіндігі болады. Енді БМ аппараты сонымен қоса не береді? Бұл аппараттың ішіне, осы 10 жылдық зерттеудің ішінде кезінде бұл аппаратқа енгізілген 6 түрлі массаж құрамы бар. Бірінші қол массажыңыз, екінші алтын инеңіз, яғни алтын инеге көп адам қазір нерв клеткаларын ояту үшін, нервтарды ояту үшін алтын ине салдырылады. Екінші беретін несі сол алтын инесі, үшіншісі вакуумный терапиясы, төртінші физиотерапияңыз, бесінші хидрамаңыз, алтыншы гуаша массажыңыз, сол сияқты ары қарай кете береді. Кем дегенде 8 түрлі массаж құрамы енгізілген аппаратқа. Сіз бір мезеттің өзінде 45 минуттың ішінде барлық процедураны алып шығуға мүмкіндігіңіз бар. Егер сіз дәрігерге барып көрінетін болсаңыз, сізге тек қана бір жеріңізді ауырды деп айтса, сіз сол дәрігердің нұсқауы бойынша не дәрі-дәрмек алып ішесіз, не массажға барып, именно сол массаждығын аласыз, сол органыңызға қарай. Ал биоэнергиялық аппаратта сіз 145 аурудың алдын аласыз, 118 ауруға толықтай ем алуларыңызға мүмкіндік болады. Аппараттың бір кереметтігі, салмағы небары 4 килограмм, қалаған кезде, қалаған жерде өзіңізбен бірге алып жүруге мүмкіндік бар. Одан кейін бізде аппаратты оқып, сертификат алғаннан кейін, сертификатыңыз халықаралық болғандықтан сіздер 96 мемлекетке қарапайым жүгі ретінде алып өтуге мүмкіндіктеріңіз бар. Бір жақсы жері, одан кейін сізде сертификат болғаннан кейін сол 96 мемлекеттің өзінде осы аппараттан жұмыс істеуге мүмкіндігіңіз бар. Өйткені сіздерге 96 мемлекетте әлемдік нарықта жұмыс істеп жатқан корпорация болғандықтан сіздің сертификаттарыңыз сол 96 мемлекетке жүреді. Яғни халықаралық сертификат болып есептеледі. Одан кейін аппаратты кез келген жерден сатып алуға болмайды. Өйткені бұл аппараттардың қазіргі кезде аналогтары да бар, и қосымша жаңағы самопалдарында шығып жатқан жері бар. Сол үшін небары сіздер жаңағы сақтық шараларын қолдана отырып, компанияға тіркеліп, заңды түрде аппаратты жаңағы сертификатпенен бірге қосып алғандарыңыз жөн. Ең бастысы сіздерде жаңағы оқытатын, білім алатын, аппарат жайлы қалай қолдану керек, массажды қалай істеу керек, нүктелі массаждарды қалай яғу керек, барлығын компанияның өз мойнына алып отыр. Тегін үйретеді, тегін оқытады, тегін халықаралық жаңағы сертификат алуға мүмкіндік береді. Енді аппаратты мақтай берсеңіз өте керемет. Бұл аппаратта жаңа айтып өткенде 118 аурудың алдын алуға болады дейді. Қалай? Мысалға, қарапайым ғана грыжаны алайық. Сіздер грыжаның асқынып кеткен түрі болып бара жатса, ең тегі медицинада сіздерді операцияға жібереді. Операцияға жіберді деген сөз, ол операция екі түрлі жағдайда болуы мүмкін. Бір жағдай жақсы болып шығуы да мүмкін, бір жағдай жаман болып та шығуы мүмкін. Енді Алла сақтасын, егер де дұрыс жақсы күтінбесе, жақсы операция жақсы шықпаса, адамзаты өмір бақи күтініп мүгедек болып қалуы да мүмкін. Ал біздің биоэнергиялық массажер аппаратымыз сол күміс қолғапты кию арқылы сіздердің денеңіздегі стволдарыңыз болып есептелетін омыртқаны түгелдей 10 күннің ішінде ем қабылдап,
әжептәуір жаңағы грыжаны емдеуге болады. Бірақ грыжаның да неше түрі бар. Егер асқын кеткен грыжа болса, сіздің жасыңыз қаншада, сол жасыңызға қарай 50-десіз ба 50 күн массаж алу керек деген ұғым бар. Негізі массаж алатын кезде біз келген пациенттерге жасының қаншада екенін сұрап, одан кейін барып ол кісілерге сол жасына қарай массаж алуды ұсынамыз. Не үшін? Адамзаты бір жылда 364 күн болса мысалға, соның ішінде хотя бы 120 күнін массажға арнау керек. Яғни айына 10 күн массаж алып тұрса, кез келген адам аурудың не екенін білмеуі керек. Өйткені ең бірінші қазір 40-тан астым дегенше адамзатында қан айналымы нашарлайды. Қан айналымы нашарлайды деген сөз, қан айналымы нашарлаған кезде адамның иммунитеті төмендеп, денсаулығы нашарлай бастайды. Сол кезде сізге ең бірінші көмектесетін массаж. Массаждың да түрі көп. Айтып өткендей, ең дауасы, ең керегі, сіздерге керекті массаждың түрі бұл биоэнергиялық массаж, яғни күміс қолаппенен. Қазіргі таңда бірінші орында тұрып тұрған осы биоэнергиялық аппаратымыз, биоэнергиялық массажеріміз, яғни барлық бүткіл ағзадағы токсин шлақты, ауырсынуды, қан айналымды, одан қала берсе жаңағы энергияны жетпей жатқан, күннен аламай жатқан энергия қуатын осы аппарат сіздерге тулап алып береді. Менің сіздерге айтар кеңесім, жаңағы 100 рет ойланғанша 1 рет көрген жақсы дейді. Осындай мүмкіндікті пайдалана отырып, сіздерді жаңағы 1 рет болсын массаж алып, көріп, денеге сезініп, байқап көрулеріңізді ұсынамын.